Жаңа телефон сатып алу өте оңай. Қалтаңда ақшаң болса болғаны, кез келген дүкенге немесе интернет дүкеннен тапсырыс бересің де ала бересің. Ең бастысы, жаңа телефон алған кезде онымен саған дейін ешкім қолданбағаны 100% сенімді боласың. Ал қолданылған телефон сатып алудың әңгімесі бір бөлек. Себебі саған дейін бұл телефонмен кім қолданғаны, ол ұрланған ба, ұрланбаған ба, қағаздар бар ма деген сұрақтарға ешкім жауап бере алмайды. Бірақ та кей кездерде жаңа айфоннан қарағанда қолданылған iPhone алған тиімдірек па деп қаласың. Бүгінгі блогтың негізгі басты кейіпкер ретінде 32 гигабайтты 7-ші iPhone-ды алайық. Және де сол iPhone-ды әртүрлі тәсілмен сатып алып көрейік. Және ең тиімдісін таңдаймыз. Сонымен бізде 5-ші орында базардағы алыпсатарлар. Сонымен достар, мен көк базарға келдім. Айтқандай, қазір артында көшенің арғы бұрышында алыпсатарлар тұр екен. Мен өзімнің көйлегімнің ішіне микрофонды білдіріп тықтым да, қазір 7-ші iPhone 32 гигабайттық қара түстегісін сатып алып көрем. Айбек, мына қуыстан білінбей тығылып түсіресің ғой, қазір көріп қойса қиын болатын сияқты, жақсы ма? Давай. Сынақмыштер. Сот бар ма? Бар, сот бар. Қандай сотқа керек? 7-ші iPhone керек, 32 гигабайт қара түстегісін. 7-ші iPhone 32 бар, 70-нан болады. Что так арзан коробка, қағаз бірдемелер бар ма? Что арзан ғой, мына неде зданияда 90 мыңға, 100 мыңға тұр, бірақ коробкалар бар да, сендер просто арзанда. Что ұрланған ма несінде? В смысле ұрланған? Сам не сатып тұрмай? Жоқ, енді сұрағам ғой, просто кейбіреу ұрланған ертең хозяины келіп бәле болып жүрмей ма деп уайымдап тұрмын. Ақша ұқсап тұрмын. Болды, жігіттер, все, успокойтесь, что вы? Өздеріңіз көргендей, бұл тәсіл тиімсіз, себебі базарға барған кезде саған қандай кісі жолығатыны белгісіз. Жалпы бұл тәсіл кезінде 2009-2010 жылдары хабарландыру сайттар болмаған кезде хит болатын. Ары қарай жүрейік, келесі тәсіл 4-ші орын сумдағы немесе дүкендердегі алыпсатарлар. Сумдағы немесе дүкендердегі алыпсатарлардан телефон сатып алу базардағыларға қарағанда тиімдірек. Себебі жаздың күні салқын жерде асықпай өзіңізге ұнаған телефонды сатып ала бересіз. Базардағы алыпсатарларға қарағанда дүкендегі алыпсатарлар телефонды 5 саусағындай жақсы біледі. Мысалы, бір адам өзінің ескі сынған телефонын сатқан кезде олар 5000 теңгеге сатып алады да, ішіндегі нағыз құрал-жабдықтарын Қытайдың құрал-жабдықтарымен алмастырып, сізге жып-жылтыр күйінде қымбатқа сатып жүруі мүмкін. 3-ші орында бізде хабарландыру сайттар орнықты. Жалпы хабарландыру сайттар пайда болғалы бері менің ойымша Қазақстанда онлайн сауда пайда болды. Себебі көптеген жанұялар өзіндегі үйіндегі керек емес киімдерін, техникаларын, кілемдеріне дейін соларда сата бастады. Хабарландыру сайттарының бағанағы екі тәсілге қарағанда тиімділігі, сіз сатылған телефонның бұрынғы иесімен тікелей сөйлесе аласыз. Және де ол телефонды сатып отырған адам оның барлық қыр-сырын біледі, қашан құлады, қай жерде сындырып алдың, қай жерін ауыстырдың деген сияқты. Сол жағынан сенімді бола аласың. Хабарландыру сайттарында 32 гигабайтты 7-ші iPhone қара түстегі 100-125 мыңға тұр екен. Бізде 2-ші орында туған туысқандардан, достардан қолданылған телефон сатып алу. Бұл тәсіл барлығынан жақсы. Себебі сіз өзіңіздің туысқаныңыздан немесе достарыңыздан телефон сатып алған кезде ол адамның қандай екен, ұқыпты ма, ұқыпсыз ба, немесе телефонды қалай ұстайды деген сияқты барлық жағдайды біліп отыратын боласыз. Және де өзіңізден мықтырақ, күштірек, байырақ адамнан телефон сатып алған одан да жақсы. Бірақ та бай достарыңыздан немесе туысқандарыңыздан телефон сатып алуға асықпаңыздар, себебі бұл тәсілдің де кемшіл тұстары бар. Себебі сіз өзіңіздің досыңыздан немесе туысқаныңыздан телефон сатып алған кезде бірінші келіспейтін немесе келісе алмайтын жағдайларыңыз ол телефонның бағасы. Ал бірінші орындағы тәсіл қандай десеңіздер, ол барлық студенттердің жақсы көретін орны. Ломбард. Себебі ломбардқа бір техника өткізу үшін 2 сағат уақыт алады. Ломбардтағы адамдар техниканы алу үшін, яғни біздегі смартфонды алу үшін коробкасын сұрайды, зарядкасын, яғни қуаттандырғышын сұрайды, қағаздарын сұрайды. Олар бағанағы сумдағы немесе дүкендердегі алыпсатарлар сияқты ішін ақтара алмайды, себебі оларға жақсы телефон алған тиімдірек. Сонымен достар, өздеріңіз көргенде бүгін қолдан телефон сатып алудың топ 5 тәсілдерін қарастырдық. Қайсысы сіздерге ыңғайлы, қайсысы сіздерге тиімді өздеріңіз көресіздер. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Келесі кездескенше сау!